Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Назерке. Бүгін сіздермен ең дәмді, өте жұмсақ, көп шығынды қажет етпейтін медовик тортын пісіретін боламыз. Қараңыздаршы, кәдімгідей өте жұмсақ, ауыз айриды. Сіздерге осы тортты жасауға кеңес беремін. Керекті заттар тізімін төменге описанияға қалдырамын. Алдымен 2 ас қасық бал, 2 жұмыртқа, 100 грамм сары май және 1 стакан қантымызды салып, дұрыстап тұрып араластырамыз. Қоспаларды біркелкі масса болғанша араластырамыз. Газымыздың астын жағып, жай отқа қоямыз. Жаңағы ыдысымызды газға қойып, қасықпен немесе вилкамен ішіндегі қоспалардың барлығы түгелдей ерігенше жаймен араластырамыз. Міне осылай қып-қызыл болып, бүкіл ішіндегі қоспалары, қанты, барлығы тап осылай еріп кетуі керек. Содан соң 1 чайник ложка содамызды салып, содамыздың бәрі біркелкі араласқанша қасықпен жаймен араластырамыз. Араластырып болды дегенде аздап 1-2 секундқа өзіміз қарап тұрамыз. Жаңағы сода көтерілгенше бетіне мынандай көпіріктер шығу керек. Сөйтіп араластырып, біршама араластырып тұрамыз. Дайын болған массамызды кеңдеу ыңғайлы ыдысқа алмастырамыз. Сосын алдымен ұнымызды салып бастаймыз. Басында ол масса ыссы болғандықтан қасықпен немесе вилкамен араластырған жөн. Содан соң біркелкі масса осылай болғаннан кейін қасығымызды алып сап, қолмен араластырамыз. Бұнда астық сіз өзіңіз қарайсыз, 3 немесе 4 стакан астық кетуі мүмкін. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығуы керек. Тақтайымызға ұнымызды сеуіп, жаңағы қамырды теңдей 7 немесе 8 бөлікке бөлеміз. Менде 7 бөлік шықты. Теңдей бөлінген қамырымызды дөңгелек формаға келтіріп, ыдысқа саламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке салып қоямыз. Ендігі кезекте торттың креміне кірісетін боламыз, яғни заварной кремге. Бізге қажетті сүтімізді құйып аламыз, 2 жұмыртқа, қантымызды салып араластырамыз. Біркелкі араласып болғаннан кейін 2 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Тағы бір айтып кететін жағдай, сүтіміз бен жұмыртқамыз салқын болмауы керек. Мен жұмыртқаны алдын ала шығарып қоямын және сүтті газге аздап жылытып алған жөн. Креміміздің массасы біркелкі араласқаннан кейін газымызды жай отқа қойып, газымызға қоямыз. Міне осылай венчикпен үзбей араластыруымыз керек. Егер сіз араластырмай тастап кететін болсаңыз газге, онда жаңа ішіндегі астығы комочек болып қалуы мүмкін, немесе асты күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан венчикпен араластырып тұрыңыз. Міне осындай қою крем шығады. Қоюланған кремімізді оттан алып, сары майымызды салып, майымыз ерігенше біркелкі араластырамыз. Не осылай креміміз мынандай қою болып шығу керек, өте дәмді крем шығады. Содан кейін бетін осылай пищевой пленкамен жауып қоямыз. Тап осылай төменге қарай түсіріп, бетін жауамыз. Сосын холодильникке салып қоямыз суытуға. Духовкамызды алдын ала 180 градусқа қосып қоямыз. Ендігі кезекте холодильникке салынып тұрған қамырымызды алып, астына пергамент қағазын салып, ұнымызды сала отырып, араларына жауыз күтпес үшін ұн өстіп жайып аламыз. Өзімізге керек пішінде. Мен алдын ала мынандай тәрелкеге өлшеп тұрдым. Жаңағыдай қандай пішім керек екенін өзіңіз қарайсыз. Духовкамыз қызыды дегенде противеньге жаңағы жайған қамырымызды салып, үстін вилкамен тесіп қоямыз. Шамамен 1-2 минутта піседі. Міне осылай қып-қызыл болып піседі.
пештен дайын болып шыққан, осылай қызарып шыққан корждарды сол арада алдын ала дайындап қойған тарелкамыздың пішінін келтіріп кесіп алуымыз керек. Егер де сіз созынға қалдырып қоятын болсаңыз, ол тез қатып кетуі мүмкін. Сондықтан ысылай тұрған кезінде тарелкамен пішінін келтіріп кесіп алғаныңыз жөн. Жан-жағынан осындай корждардың жан-жақтарынан осындай үгінділер қалуы мүмкін. Сол үгінділерді пакетке салып, дәл осылай оқтаумен үгіп аласыздар. Аппақ болып үгітінді шығу керек. Міне осындай үгітінді шығады. Енді біздер тортымызды жинай бастаймыз. Алдын ала бір ыдыс дайындаймыз торт жинайтын. Кремімізді жағып астына жаймен бір-бірлеп жинай бастаймыз. Каждый коржге шамамен 2-3 қасық, ас қасық крем кетеді. Міне осылай аямай жағамыз. Сөйтіп екіншісін, үшіншісін үсті-үстіне түп-түзеу етіп қойып, кремімізді жағып шығамыз. Жиналған тортымыздың үстіне осылай етіп, кружкамызды жағып шығамыз. Дайын тортымызды 2-3 сағатқа холодильникке қойып қойған жөн. 2-3 сағатта оның ішінде кремі корждарына сынып дәмді болып шығады. Міне осындай өте дәмді, жұмсақ торт шығады. Астарыңыз дәмді болсын.